Там тарам 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 татам. Мына жерде атын қалай басып тұратын еді? Ладно. Адамдар жиналып жатыр. Қазір біз ертегі оқимыз. Кіріп жатқан адамдарға сәлем. Ертегімізді қазір бастаймыз. Қызықты оқиғалар жайында айтамыз. Там-тадам, тадам-тадам, тадам. Тадам, 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 тадам. Саламатсыз ба? Біз қазір ертегімізді бастап оқимыз. Сонымен қатар тағы да қосымша қуыршақ театрының өнері жайында қосымша айтып өтетін боламын. Және де кейбір қуыршақтармен, яғни үйде отырып пайдалануға болатын қуыршақтармен таныстырып өтемін. Осының алдында біз пайдаланған. Адамдар жиналсын ба дегенде бастай беремін қазір мен уақытпен. Так, ертегімізді ашып қояйық. Тадам-тадам, тадам-тадам, тадам, тадам-тадам, тадам. Бәріне қол сілтеп. Саламатсыздар ма? Вақтары жүрек. Тадам-дадам, дадам-дадам, дадам, тадам-дадам, дадам. Саламатсыздар ма? Ендеше біз жайлап бастай берейік. Сосын әрмен қарай көрерміз. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Алақай қуыршақ театры және Ақтөбе мәдениет инста парақшасының көрермендері. Менің есімім Алишер Қанатұлы. Мен Алақай қуыршақ театрының актерымын. Және де ертегі тыңда балақай айдары бойынша мен сіздерге бүгін ертегі оқып беретін боламын. Бәріңізге мәлім, біздің Алақай қуыршақ театры екі тілде жұмыс жасайды, яғни ол жақтағы әртістерде екі тілде қойылым қояды. Сол себепте мен сіздерге бірінші қазақша, содан кейін орыс тілінде ертегі оқып беремін. Сонымен қатар біз осы уақытқа дейін, мен осы уақытқа дейін үйде көлеңкелік қойылым көрсеткен боламын сіздерге. Сол көлеңкелік қойылымдағы пайдаланылған қуыршақтар қалай жасалған, және де оны қалай пайдалануға болады, түрлерімен қосымша таныстырып өтемін. Және де басқа да қуыршақ театрдың бір қуыршағымен сіздермен таныстырамын. Ендеше біз бастаймыз. Олай болса, әзірсе ертегі оқыр алдында біздің көрермендеріміз жиналғанша мен сіздерге көлеңкелік қуыршақпен таныстырып өтейін, және жасалу әдісімен. Оның бірінші түрі жай қуыршақ. Мінекей қарап отырсаңыздар, бұл ешқандай механизм жоқ, тек суретті саласыздар. Суретті салғаннан кейін оған сым темір жалғап, термоклеймен осылай клееп қоясыздар. Бұл қуыршақпен тек бұл бейне ретінде пайдалана аласыздар. Бірақ арқарата олмен қосымша қимыл әрекеттерді өзіңіздің фантазияңызға байланысты, бірақ жұмыс жасау өте қиындау. Сонымен қатар бұл дейтін тек сым темір, кардон және термоклей немесе терможелімдік те атай береді оны. Сол пайдаланылады. Екіншісі бар, бұны біз дейтін екінші мына орыс тілінде теремок ертегісіне пайдаланған болатынбыз. Бұл аюдың бейнесі. Біріншісінде біз қазақтың ұлттық ертегісі, ұртоқпақ ертегісі, содан бір қуыршақ. Мінекей бұл қуыршақ дейтін шамалы енді қалай механизированный деп те атайды ғой. Шамалы механика қолданылған, бұның қолда қозғалады, сөйлеткенде де, және де бұндай қуыршақты жасарда оның өзінің әдістемелік ережелері болады. Мысалы, көзінің
қай жерде тұру керегі, аузының көлеңкелік ақырыл көрсеткен кезде халыққа барлығы түсінікті және әдемі көріну керек. Мінекей, бұл қуыршақты біз оргстеклодан жасадық. Сонымен қатар бұны қозғалту үшін сым темірлермен, мына жақта қарап көрсеңіздер, заклепка деп аталады орыс тілінде, қазақ тілінде білмеймін қалай аталатын. Қысқыш немесе қыстауғыш, солай шамасы аталу керек. Мінекей, осындай екі қуыршақ. Бұл көлеңкелік қойылымның қуыршақтары. Оның алдына мен ертегі оқыған, немесе мен қыздармен ертегі көрсеткен кезде біздің арнамызда болған көрермендер болса, олар сіздер білесіздер барлығыңыз. Қойылымды көрдіңіздер, таныс болдыңыздар. Ендеше мен бүгін сіздерге ертегі оқып берейін. Содан кейін тағы да бір қызықты, арнамыздан кетіп қалмаңыздар, тағы да бір қуыршақ театрының өзімнің сүйікті қуыршақтарының бірі, тағы да бір қуыршақпен таныстырамын. Олармен жұмыс жасау әдісімен және де ерекше өзінің дейтін, қалай айтсам болады, жасырын техникалар болады, секрет деп айтайық, сонымен де таныстыратын боламын. Олай болса, бірінші ертегімізді бастаймыз қазақ тілінде. Кеттік. Ертегінің атауы Суыр сұңқар, су қайда. Менің оқитын ертегілерім шамалы қысқашалау. Енді сонда да тыңдаңыздар. Ерте заманда сиыр сызылған кербез емес, суырла шапқан жүйрік болыпты. Әрі асқан тәкаппар мақтаншақта болған екен. Бір күні әлгі сиыр атпен ерегесіп, екеуі жарысқа түсуге байланысады, бәселеседі. Бұрынғы өткен жарыстардың бәрінде сиыр бәйгені бермей келеді екен. Осы жолы да аттан озып, төрт аяқты жануарлардың арасындағы ең жүйрігі деген атаққа бір жолы ие болу үшін мақсат етіп, сиыр атты жарысқа шақырады. Сөйтіп екеуі бәсекелесіп, жарысқа дайындалады. Көмбеге төреші болып арыстан келеді. Бәстің жайын ұққан соң, ат пен сиырды бір күншілік жолға жолбарыс айдап апарып, екеуін қатар тұрғызып қояды да, өкіріп тұрып, кері қайтуға белгі береді. Құйрығын көкке шаншып алып, танауы пысылдап, сиыр дегені қарсын өсіп жулай жөнеледі. Сиырдың артынан желдей жүйткіп, үйдей шауып, ат та келе жатады. Жол ортасында бәсекелесушілерді сусын беру үшін суыр тосып отыр екен. Бір кезде оза шауып, елірген сиыр суырға жетіп келеді де, «Әй, сасық суыр, су қайда?» дейді. Қатты дөрекі сөйлегеніне ренжіп қалған суыр сиырдың тәкаппар мінезіне де ренжіп, «Сиыр, сасық су». Ой, қателесіп кеттім, кешіресіздер. «Сасық сиыр, су мұнда» деп сасып, борсып кеткен лай суды ұстата салады. Шаңырқап шөлдеп келген сиыр судың қандай екеніне қарамастан сіміріп жібереді де, одан әрі шапқылай жөнеледі. Әрі берден соң суырдың қасына шаршап, шалдығып атта келіп жетеді. «Суыр сұңқар, су қайда?» дейді еркелетіп ол. «Жылқы тұлпар, су мұнда» деп суыр мөлдір тұнық суды атқа ұстата береді. Таза тұнық суға қанып алған ат тың қуаты қосылғандай болып құстай ұшып самғай жөнеледі. Ал сиыр болса сасық лай су кеудесін алып онша ұзап кете алмайды да, 2-3 қырдан асқан соң оны ат қуып жетіп, жанынан желдей жүйткіп өте шығады. Содан көмбеге бірінші болып ат жетеді екен. Мінекей, содан бері жылқы 4 аяқты жануарлардың ішіндегі жүйрігі болып қалыпты. Кеудесін лай, сасық су алып қалған сиыр содан бері шабандап жүгіре алмайтындай күйге жетеді. Сиырдың жатқан кездегі ыңырана күрсінетіні өзінің астамшылық кетіп, суырға айтқан дөрекі сөзіне күні бүгінге дейін өкінетін екендігі осыдан болар дейді. Мінекей, құрметті көрермендер, шамалы мына қазақша ертегі оқып арасында жаңылысып қалдым қобалжумен, кешіресіздер. Әрмен қарай эфирімді дейтін бұдан әрі қызықты қылуға тырысамын. Ендеше біз әрмен қарай жалғастырамыз. Барлығымыз білеміз, қуыршақ театрына келіп жүрген адамдар болса, қуыршақ театрында
қуыршақтар бірнеше түрге бөлінеді, яғни ол тростық қуыршақтар, планшеттік қуыршақтар, қолғаптық, марионетка деп неше түрлі жаңа көлеңкелік тростьтан жасалады, оларда осындай қуыршақтар бар. Ендеше солардың арасында бір керемет қуыршақтардың бірі ол қолғаптық қуыршақ. Орыс, әсіресе орыс халық ертегісінің көптеген ертегілерінің басты кейіпкерлерінің бірі ол неке? Петрушка. Петрушка дейтін бұның образы қандай? Бұл Петрушка әсіресе көп жерде еркетотай, сонымен қатар қалжыңбас, яғни орысша шут проказник деп атайды ғой орыс тілінде. Сондай болып табылады. Яғни бұның дауысы да өзінің дейтін образына сәйкес салуымыз керек. Мысалға қарап отырсаңыздар, қазір сізге бір Петрушкамен сөйлеп көрсетейін. Сәлем, мен Петрушкамын. Бүгінгі эфирде мен сіздермен бірге қосымша досымен бірге отыратын боламын. Ендеше эфирден алыстамаңыз. Қызықты жағдайлар мен оқиғалар сізді әрмен қарай күтетін болады. Сонымен қатар біз қазір орыс тілінде ертегі оқимыз. Хей! Здравствуйте, ребята! Я великий неповторимый Петрушка. Сейчас мы для вас прочитаем сказку на русском языке. Ну что ж, готовы? Сейчас будем читать, а пока я даю слово своему соведущему. Мінекей, құрметті көрермендер, осындай дауысты пайдалануға болады. Сонымен қатар бұның ерекшелігі, мысалға Ресейде осы қуыршақты арнайы зерттейтін институттар бар. Сонымен қатар ана жерде бұл қуыршақтың бір жасырын один из секретов деп атайық, мынандай пищик болады өзінің. Осымен кейіпкерді дауысын сомдау кезде бұл пищик дейтін күмістен жасалынады, яғни тамаққа салынады. Бұны енді дейтін пайдалану үшін көптеген уақыт керек, енді бір 2-3 сағаттай дайындалып, әйтпесе бұны жұтып қою қаупі бар. Мен қазір тек дыбыстамасын салып көрсетемін сіздерге, жарай ма? Мінекей, құрметті көрермендер, осындай пищик арқылы орыстың балаган театрларында, түрлі жәрмеңкелерде ерте заманда осындай қойылымдар сомдайтын болған осы дыбыстағыш арқылы, және де ол қойылымды бір адам сомдайды. Петрушканың дыбысын, яғни осы пищик арқылы сомдайды, ал қалған кейіпкерлер қасында қосымша оны өздері сомдайтын болған. Ендеше біз ертегімізді әрмен қарай жалғастырайық. Әзірше Петрушканы осы жерге қоя тұрамыз. Біз бұған қайтадан ораламыз. Олай болса, біздің екінші оқитын ертегіміз орыс тілінде. Ендеше бастаймыз. Сказка «Медведь и комар». Ну-ка, читаем. Приготовились. Поехали. Однажды медведь поймал в лесу зайца и ради потехи давай ему уши драть. Заплакал от боли и обиды заяц, а медведю шуточки смеется да дерет. Натешившись волю, отпустил косолапый косого и пошел дальше, переваливаясь сбоку на бок. Забился заяц под куст, ни жив, ни мертв от страха. Сидит, слезы лапы утирает. За что такое издевательство? Говорил он неизвестно кому. Ладно еще, жив остался. Уши заживут, и слезы высохнут. И к кому пойдешь, пожалуешься. Ведь медведь самый сильный зверь в лесу. Волки и лиса его неразлучные друзья. Несчастное я существо, и сам мал, и слаб, и друга у меня нет сильного, чтобы защитить меня, заплакал, заревел заяц.
Я защищу тебя!» Услышал вдруг заяц писк из камышей, оглянулся косой на голос и увидел комара. Вмиг высохли у него глаза, так весело стало ему. «Ты?» – удивился, еле сдерживая смех, спросил заяц. «Куда тебе? Можешь я тягаться с медведем, хвосту низко!» «Я сильнее медведя!» – невозмутимо отвечал комар. «Я могу его замучить до слез, вот не дам я ему спать. Убедишься в этом завтра». И полетел комар вслед за медведем. День был жаркий, и медведь не знал, куда деть себя от духоты. Прилег в тени у густого дерева. Только было прикрыл глаза, как над самым ухом пронеслось: «Ззззз! Ох, проклятая мушка!» Узнал косолапый комара и стал ждать, когда тот сядет на нос. Комар покружил над медведем и действительно сел прямо на нос косолапому. Тот, недолго думая, как даст себе по носу, а комар не глупый, не дремал, знал, что Мишка захочет прихлопнуть его. Он взлетел еще до удара и теперь, обрадованный успехом, решил не оставлять зверя в покое и жужжал над ним. Медведь перевернулся на другой бок и только было задремал, как снова комар мешал ему спать и мешал. «Куда теперь сядет эта мушка?» Зверь притворился спящим. Шум стих, и медведь подумал, что комар улетел. Но комар не думал улетать. Он осторожно влетел в ухо косолапому и сильно укусил его. Медведь заревел от боли, вскочил, покружился на месте и как даст себе по уху, аж искры посыпались. Будет знать комар, как кусать медведя. Потом потер и улегся поудобнее. Теперь подумал, что можно спать. Но не тут-то было. Только закрыл глаза Мишка, как над головой опять раздался комариный звон. А медведь-то от злости, ох, проклятый, какой живучий! Медведь поднялся и пошел искать другое место. Продирается сквозь кусты косолапый, почесывается, зевает во весь лес, а комар за ним не отстает и снова надоедает со своим звуком. А медведь-то побежал, долго бежал, наконец усталый, свалился под одним деревом, лежит и прислушивается. Тихо в лесу. Все звери и птицы спят давно. Темно, нечего видать. Не слышно комара. Слава Богу, наконец-то усну, подумал медведь. Улегся медведь поудобнее, закрыл глаза и задремал. Даже сон приснился, будто нашел он пчелиный улей, полный меду. Только сунул в улей лапу, как вдруг раздался над самым ухом тот самый звук. Разгневался медведь. Ох, нашла опять проклятая мушка! И сел разгневанный в конец косолапый и стал икать. А комар кружил над головой, жужжал, то громче, то тише и затих. Сидел медведь, прислушивался. Опять стал маститься. Только пригрелся, задремал, как снова прилетел комар. Вылез из-под дерева зверь, сел и горько заплакал.
Так и не отстал от меня, мерзавец. Ну, теперь берегись. Хоть до утра просижу, но подкараулю я тебя и убью. Разгневался Мишка. Но не убил медведь комара. Хоть и извел тот зверя в конец, косолапый так избил сам себя, что покрылся весь синяками, а комар остался цел и невредим. Зашло солнце, проснулись птицы и звери, все приветствуют новый день. Один только медведь не рад солнцу. Взлохмаченный, с висящими колючими шерстью, злой идет, качается по лесу косолапый. Глаза слипаются от усталости, а в ушах все стоит тот страшный комариный звон. Увидел заяц медведя, подскочил в восторге. Ай да комар, ай да молодец! Прыгал заяц и хохотал до слез. А комар, как легок на помине, тут как тут. И спрашивает зайца: видел медведя? Видел, ответил заяц. А сам держится за живот и хохочет. Как здорово ты одолел его! Спасибо тебе, друг! Расскажи, как тебе такому маленькому удалось одолеть большого медведя? Очень просто, ответил комар. Дело в том, что мы, комары, никогда не живем в одиночку, как вы, зайцы, и к тому же мы не трусливы. Заяц задумался над этими словами, а комар снова погнался за косолапым. Вот так и закончилась сказка про медведя и комара. Вот. Ал енді, құрметті көрермендер, дорогие наши зрители, вернемся к нашей петрушке. Ой. Хочу рассказать вам краткую историю о происхождении этой куклы. Так, Петрушка. Петрушка – народный герой, шут, непобедимый герой русских народных сказок. Так, не только в русских народных сказках, его в разных странах по-разному называют. Например, его образ называется в Англии как Панч, во Франции Полишинель, в Италии Пульчинелло, но во всех странах он герой, проказник, но каждый раз в конце спектакля, в конце постановки с ним всегда что-то случается, но он оказывается живучим и возвращается обратно, чтобы дальше проказничать. Да, Петрушка? Ну да! Вот так вот. Так что, дорогие зрители, сидите дома, до карантина осталось недолго. Мы скоро с вами увидимся в новом в театральном сезоне. Вчера для вас сказку прочитала моя коллега Гаухар Оралбайқызы. Завтра для вас прочитает сказку моя коллега Алия Салитова. Так что ждите наши сказки, не пропускайте нашу рубрику в каждый вечер в 7 часов вечера. Так, что хочу сказать. До свидания, до новых встреч. Мы с вами вместе не выходим из дома. Пока-пока. Пока-пока! А в конце я спою для вас песню. Солнечный круг, небо вокруг. Это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листе и подписал в уголке. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я и будет мир во всем мире. Пока-пока! Пока-пока, дорогие зрители. Оп. Ой, завершить.